Сәлем достар, бүгін ерекше тағам жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен бәрін айтатын боламын. Қыздар, өздеріңізге керегінше ұнды алып, жылы сумен, дрожжы, сұйық май, тұз қосып, жақсылап нан илеңіздер. Нанға укроп қосып илесеңіздер, өте керемет шығады. Не болмаса көк пияз қосыңыздар, не болмаса майдалап жусай қосып тестаға илесеңіздер, өте әдемі болып шығады. Қолда бар затты қоса берсеңіздер болады. Мен отбасымда, жанұямда көк шөпті көп жемейді, сондықтан мен қосқан жоқпын, бірақ тестаға қостым. Қалай қосқанымды видеоның ортасында көресіздер. Соңына дейін көріңіздер видеоны. Қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Қыздар, міне нанды иледім. 1 қасық дрожжы, 2 үлкен қасық сұйық май қостым. Кішкентай қасық тұз қостым. Жылы сумен илеп, жылы жерге қойдым. 1 сағат дегенде нанымды басып, 2-ге бөліп қойдым. Содан кейін подливына көштім, тамақтың подливына. Баклажанды турап, тұзды суға салып қойдым. Приправа, сұйық май, бізге керек зат, қолда бар заттардың бәрін қоса берсеңіздер болады. Мен ауылды жерде болғаннан кейін осындай огородта не бар, солардың бәрін қостым. Өте дәмді шықты. Мұн жерде іш май, не болмаса құйрық, өздеріңізде қолда не зат бар, не азық түлік бар, соның бәрін қоса берсеңіздер болады. Өте керемет шығады. Капуста, картошка бәрін майдалап 4-3 турап қойдым. Бұларды дайындап, осылай турап қоясыздар да қамырға кіріссеңіздер болады. Міне, қамырымыз дайын. Осыны кішкентай оқтаумен 1 сантиметрлей болатындай қылып, жұп-жұқа қылып жайсаңыздар болады. Бүйткені бұл дрожжысы бар теста, көтеріліп әдемі жұмсақ болады. Бір жасағаннан тез-ақ дайын болатын тамақ. Қыздар, жасап көріңіздер, өте керемет шығады. Мына жерде мен ойып жатырмын. Бұл сметананың ыдысы. Осылай сіздерде одан да үлкен или кішкентай қылсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Міне мен қамырға укропты қосқан жоқпын, бірақ қамырдың арасына осылай укропты қостым. Яғни тестамды ойып, бетіне сұйық май кішкене ғана жақтым да, ортасына кішкене укроп септім. Көк пияз сепсеңіздер, жусай сепсеңіздер болады. Сеппей қамырға қосып илеп жіберсеңіздер де болады. Әдемі шығады. Ауылда тұрғаннан кейін бізде мына жерде шыбындар да жүр бізбен бірге. Тамақ жүрген жерде шыбында жүреді деп. Міне 1 зуала қамырды укроппен істесем, 1 зуаланы укропсыз істедім. Өйткені балаларым жемейді деген. Міне мантоварканың қазанына суымды қойып, қайнағанша күттім. Сол екі ортада қамырымыз көтеріліп, тағы да қойып қойдым. Суым қайнағанша подливін жасап жатырмын. Пияз бен іш май, не болмаса құйрықты қуырдым. Іш май, құйрық ұнамаса қоспай қойсаңыздар да болады. Жақсылап сәбізбен капустаны қуырып алғаннан кейін баклажан және фаршты қостым. Бұл жерде фарш менде тауықтың етінің фаршы, куриный фарш. Қандай приправа бар, бәрін қоса берсеңіздер болады, әдемі шығады. Міне фаршын қосып жатырмын. 2 қасық томат кетті, және де приправа, мясной куриный косточки, әдемі дәмі жақсы болады. Чеснок қоссаңыздар болады, лавровый лист қоссаңыздар болады. Аз-аздан әрине өздеріңіздің қалауларынша подливті істей берсеңіздер болады. Подлив дайын болып жатқан кезде, міне қазір подлив жарты сағат болса, қамырымызда жарты сағатта дайын болады. Томатын жақсылап қосып, араластырып аламыз да, бетін 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Содан кейін барып су құятын боламыз. Суды да көп құймаймыз. Қыздар, міне подливін картошкасын салатын боламыз. Қазір жақсылап қуырып болған соң. Міне
подливы жарты сағатта пісетін болса, қамыры да жарты сағатта қайнап тұрған буда буланып мантоваркіде жақсы болып пісетін болады. Бұл үй жағдайында жасалған тамақ, ерекше тамақ. Айта кетейін, қолда бар заттардың бәрін қолдана берсеңіздер болады. Әрбір үйден табылатын заттармен, азық-түліктермен жасалатын тамақ. Қыздар, ас болсын сендерге, бізге. Жасап көріңіздер. Бір жасап көргеннен шығатын тамақ кез келген қыз келіншектің қолынан келеді деп ойлаймын. Бұл жерде фарш болғандықтан овощтармен тез піседі, ет емес, 2 сағат күтетін. Өте әдемі болады. Тойымды тамақ десем де болады. Суды 2 стакан құйдым. Бұл жерде қатты көп су құйып қажет жоқ, өйткені бұл сорпалы тамақ емес. Міне, көкөністерді кішкене ғана бетіне жауып тұрса болды, дайын болады. Осы көкөністердің үстінен мен помидор салдым. Менде енді бұл жерде тәтті бұрыш болмай қалды. Тәтті бұрыш бар болса, тәтті бұрыш салыңыздар. Огородта не бар, қолда не бар, холодильникте не бар, бәрі кете береді. Міне, жусай, менде укроп. Қыздар, бұл жерде қыстың күні мысалы жасайтын болсаңыздар, бұл тамақта да әрбір үйден табылады деп ойлаймын. Морозильник, холодильник. Морозильникке помидор, болгарскийді жазғы уақытта қатырып қояды ғой. Қазір елдің бәрі сөйтеді деп ойлаймын. Сол кезде қыстың күнінде жасасаңыз болады. Болгар бұрышын қосып, міне, күшті болды тамақ, өте керемет. Помидорды да қатырсаңыздар болады. Морозильникке қойып, қыстың күнінде осындай свежий болып, әдем болады. Тамағыңызды әсемдеп, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Үй жағдайында бар азық-түлікпен қолда не бар, әдемі шығатын тамақтың бірі деп ойлаймын. Жасап көріңіздер. Қыздар, сендерге сәттілік, бізге ас болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.